Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен осындай азғантай ақсаттан саңырауқұлақты салат дайындаймыз. Алдымен саңырауқұлақты турап аламыз. Бұл салатқа саңырауқұлақтың кез келген түрін қолдансаңыздар болады, консерваланған түрін қолдансаңыздар да бола береді. Саңырауқұлақ салатын менің рецептіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер, өйткені бұған азғантай ақсат кетеді, әрі 2-3 минутта өте тез дайын болып шығады. Міне турап алдық. Енді бұны мен қуырып аламын. Сіздер қалауларыңызға қарай қуырсаңыздар да болады, осылай қуырмай салатқа қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Дәміне қарай тұз қосамыз. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Міне саңырауқұлақты